Енді қараңыздар, бізде жалпы ислам діні, Аллаға мыңда бір шүкір, иман берген, мұсылман еткен ислам діні, құрметті бауырлар, ислам діні. Байқасаңыздар, Меккеде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам дініне адамзатты шақырған кезде 13 жыл шақырды. Мұсылмандардың саны қанша болды? Дұрыс айтады. Мұсылмандардың саны 300-ге жетер жетпес болды дейді. 13 жыл уағыз насихат айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 300-ге жетпейді дейді сахабалардың саны. Ал қараңыздар, Мәдинада пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қанша жыл уағыз айтты? 10 жыл уағыз айтты, дұрыс па? 10 жыл насихатта қанша мұсылман исламды қабылдады? Дұрыс айтады. 150 мың пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қоштасу құтпасын оқып тұрған кезде қанша болды сахабалар Арафатта? 140 мың окаларым, 140 мың. 150 мың дегеніз 140 мың сахаба болған. Бір риуаятта 124 мың деп айтады. Ол қоштасу құтпасы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірінен өтуіне неше жыл бұрын, неше уақыт бұрын болған? Қоштасу құтпасынан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар, 6 айдан кейін дүние салған. Сол 6 айдың ішінде 10 мыңға жуық әр ру тайпалардан келіп мұсылмандар исламды қабылдаған. Демек пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинада иманға, исламға шақырған кезде 10 жылдың ішінде қанша адам болды? 150 мыңға жуық мұсылман болған. Қай тарап жемісті болды? Меккелік кезең бе, мәдиналық ба? Ал сұрақ, неге енді мәдиналық кезең деген сұрақ келмей ма, келе ма? Келеді, келген жоқ қой, мен айтпайынша. Солай болып кеткен сияқты болып жатыр. Онда келу керек қой, әл мұсылманға келу керек. Неге Мәдинада адамдар, мұсылмандар көп болды? Дұрыс айтады. Міне қараңыздар. Себебі ағайындар, біліп алыңыздар. Меккеде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамзатты иманға шақырған кезде меккеліктердің ішінде жасы үлкендері көп болған. Қауым солардың несен шыға алмаған? Ығынан шыға алмаған. Үлкендер айтып жатыр, значит, үлкендер білет деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қарсы шыққан. Дұрыс па? Мәдинада неге десеңіздер, себебі тура пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға хижрет етіп барудан алдын 2 жыл бұрын тарихта Буас деген шайқас болған. Яум Буас деп аталады. Бұл шайқас Аус пен Хазраж деген Мәдинадағы 2 тайпа 100 жыл бойы соғысқан. Тарихта ең ұзақ соғыстың бірі Аус пен Хазраждың арасындағы шайқас. 1 ғасыр соғысқан дейді тарихшылар айтып. Ең соңғы шешуші шайқас пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға келуден 1,5 жыл бұрын біткен дейді. 2 жыл бұрын. Шамамен. Сол шайқаста, енді қызыңғыр, сол шайқаста Алла елшісін күтіп алатындай дәрежеде жастар ғана тірі қалғанда Мәдинаның үлкендерінің көбі 96%, 97% өліп қалған. Жаңағы шайқаста, екі тараптың шайқасын, Мәдинаның 96-97% нелері өлген? Үлкендері өлген, жас үлкендері қайтыс болған. Мәдинаның демек 90-95% кімдер болып тұр? Жастар болып тұр. Жаңа қалып қойған 3%, қараңыздар, қалып қойған 3% бұл кім бастаған отряд? Дұрыс айтады. Мұнафықтардың көшбасшысы Абдулла ибн Убай ибн Салул бастаған отряд. Сол кісінің жанында қаумалаған шамалы адамдар болды. Бұлардың жасы үлкен болды. Бұлар ғана исламды қабылдамады. Бұларды кімдер деп атады? Алла тағала Құранда мұнафықтар деп атады. Енді түсінікті болды ма, бауырлар? Бірақ адам түсінікті, ешкім түсінбеген басқа. Ну ладно. Демек Мәдинада исламның осындай жетістікке жетуіне себепші болған кісілер кімдер екен? Жастар екен, ағайындар. Осыны айтайын деген ғой. Сол жастардың көшін бастаған сахаба кім еді? Асхат ибн Зурара деген сахаба, машалла. 6 болып келіп исламды қабылдап, келесі жылы 80 болды, одан кейін 200-ден астам адамды алып келген. 2-3 жылдың ішінде 300-ге жуық адамды ислам қабылдатқан Асхат ибн Зурара. Бірақ енді тағдыр жазмыштан озмыш жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға барған кезде азғантай уақыттың ішінде ол кісі қайтыс болады. Ары қарай өмір сүргенде мүмкін біраз нәрселерді қопарар ма еді дейсің ғой, енді тау қопарар ма еді деген сияқты. Ал кеттік. Демек, Мәдинадағы осы ислам дінінің жетістікке жетуіне себепші болған нәрсе бұл қоғамдағы жастардың көп болуы. Жастардың сөзді тыңдауы. Біздің де қоғамда Аллаға мыңда бір шүкір, мешіттің көбін кімдер құрайды? Жастар құрайды. Сіздер араб мемлекеттеріне барып көріңіздер. Тағы басқа біздің түркі тілдес кейбір мемлекеттерге барып көріңіздер. Мешіттің ішінде кімдер ғана?
Қарттар ғана. 90-95% қарттар. Қай арабтың еліне барсаңыз да солар. Намаздың уақытында азан шақырылып жатқан кезде сондай дәрежеге жетті, қазір мұсылмандардың кальян шегіп отыратындай дәрежеге жетті. Олар өздері жылап жатыр. Мүмкін іштегі ұстаздарды айтып жатқан шығар, олар өздері жылап жатыр. Енді бұл қалай болады дейді, исламның болашағы біздің елде дейді. Шариғат оқитын адамдар, сол араб мемлекетінде көп шариғат оқитын жігіттермен сөйлесіңіздер, мектепте ұбт-дан құлап қалған балдар. Ең жоғары бал алғандар 2 мамандықты оқиды, немесе 3 мамандық. Біріншісі тип, екіншісі хандаса, үшіншісі лұғат. Медицина, инженеринг және тілдер. Ең ұбт-дан мықты бал алғандар, сенбесеңіздер міне, ұстаздар отыр, сұраңыздар. Араб елінде оқыған ұстаздар. Осы 3 мамандықты оқиды. И олар аналардан, шариғат оқитындардан өздерін жоғары санайды. Заман сондайға апарып тастады. Біздің елді қараңыздар, Аллаға шүкір, біздің елде, демек, Құдай қаласа, біздің елдің болашағы бар. Қажу бар ма тұлпарға, талу бар ма сұңқарға? Айтшы, иман күшті оларда. Білмейді да, осында білмейді. Иман күшті оларда. Мен жастарға сенем. Өз жерін ғана жаттап алған бәрі бұл. Міне, сондықтан жастар, бұл не екен? Бұл осы елдің де, діннің де болашағын сақтайтын ең үлкен кезең екен, жастық шақ. Сол жастық шақты енді кім қалай өткізіп жатыр? Сахабалар қалай өткізді қараңыздар. Міне, қазір сахабаларды айтамыз, міне. Зубайр ибн Ауам деген сахабаны танисыздар. Я? Зубайр ибн Ауам, радиалlahu. Жәннатпен сүйіншіленген ба тірі күнінде? Я, тірі күнінде жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның біреуі. Неше жасында исламды қабылдаған? 15 жасында исламды қабылдаған. Зубайр ибн Ауам 15. Бізге Зубайр ибн Ауам деп айтып атқан кезде бір үлкен кісі жайында айтып атқан сияқты ма? Бәріңіз сондай, мен сөйтіп ойлағам. Ойбай, бір үлкен кісі жайында айтып. 15 жасар бала екен ғой сөйтсем. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 15 жасар балаға жәннат деп жатыр. Және не дейді? Әр пайғамбардың көмекшісі бар дейді. Менің көмекшім кім? Зубайр ибн Ауам дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бүкіл соғыста жекпе-жекке шыққан. Алла елшісін малы менде, жаны менде, қылышы менде қорғаған, ислам тарихындағы ойып тұрып орнын алып кеткен сахаба Зубайр ибн Ауам 15 жасар жігіт болған екен. 15 жасар жігіт, құрметті бауырлар, 9 кластың баласы ғой. 9 кластың баласы. Не істеп жатыр 9 кластың баласы? PUBG-дің ішіне кіріп кеткен, шыға алмай жатыр. PlayStation-де жатыр балдар. Шаруасы жоқ сен. Әлем не болып жатыр, қоғам не болып жатыр? Сондай заман болып тұр ка. Ары қарай не? Ары қарай Талха ибн Убайдулла деген сахаба бар. Талха ибн Убайдулла исламды қабылдаған кезде қаншада болған білесіздер ме? 26-нес окам 13-те болған. Талха ибн Убайдулла 13 жасар, бір риуаятта 16 жасар деп айтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынадай сөз айтқан ол кісіге. Жер бетіндегі тірі шахидті көргің келсе Талхаға қара деп айтқан. 13 жасар балаға. Ухуд шайқасында сондай шайқасқан, мына 3 саусағы шабылып кеткен дейді тарихшылар айтады. 2 саусақпен қылышты ұстап алған дейді, қолынан қан атылып жатыр дейді. Төсіндегі жебелердің санын есептемей қой дейді. Алла елшісін қорғаймын дейді. Сөйтіп қорғаған дейді. Ажалың не дейді? 40 жыл соғыс болса да ажал келмейінше өлмейді деп. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қорғап шығады Ухуд шайқасында. Ухуд шайқасы біткеннен кейін адамдар келіп әңгіме айтып отырады ғой жаңағы. Ойбай, кеше жаңағы. Бүйттік, мынаяқтан келіп еді, былай не қылдым. Сөйтіп әңгіме айтып отырса, Абу Бәкір келіп айтады екен, қоя қойыңдар бәрің деп айтады екен да. Ухуд күні әңгіме айтпай қойыңдар Ухуд жайында. Ухуд ол Талханың күні деп айтады екен да. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Талхаға не деп айтты дейді? Талхатул хайр деп айтты дейді. Бұл анау мынау Талха емес, бұл тек жақсылықтың Талхасы ғой деп айтты. Әр қашан жақсылықтың басында жүретін Талха ғой деп айтты дейді. Сол Талха 13 жасар, 16 жасар бала болған екен. Енді мына жердегі бізде неше түрлі, Құдай сақтасын, неше түрлі ойда отыр екен. Не мынау батырлар соғысқан деп қайта нелерді айтып жатқан шығарсыздар. И сондай ой келеді, яғни біреуге келеді ол. Мынаны ертең көретіндерге ютубтан.
әр заманның сынағы әртүрлі бауырлар. Әр заманның сынағы әртүрлі. Біздің жау жүрек мың бала деген, білесіздер ма жау жүрек мың бала дегенді? Кім балы жау жүрек мың бала бастаған? Ойбай, соны біледі екен әйтеуір. Оны да кинодан көріп біліп отырсыздар ғой әйтпесе. Сартай батыр нешеде болған? 13-14 жасар жігіт болған дейді ал. Дұрыс па? 13-14 жасар жігіт мысалға да. Неге ондай 13-14 жасар жігіт қылыш көтеріп елін қорғап жүр, а? Заман соны талап етті бауырлар. Көрдіңіз ба? Заман сон 4 жасынан бастап, 3 жасынан бастап атқа қонды олар. Заман солай пісірді адамдарды. Міне, мынау да сондай жаугершілік заман болып тұр. Жігіттер не істеп жатыр? Ертерек атқа қонуға тура келіп жатыр. Ертерек атқа қонуға тура келіп жатыр. Сол үшін айтып жатырмын мен сахабаларды. Қазіргі заманмен ұштастыратын болсақ, қазір мына қылыш көтеретін заман ба? Қылышыңды көтере алмайсың қазір. Автоматты да көтермей ақ айналайын. Біліммен қиратасың бәрін. Білім, әлемде кім білімді? Сол остырғанда әлемді не істеп тұр? Оңға, солға жүргізіп жатыр. Кімдер? Қылыш көтеріп жүргендер ме? Автомат көтеріп жүргендер? Білімділер. Бүкіл дүние Илон Масктың аузына қарап отыр ма? Қарап отыр. Бүкіл дүние жаңа кімнің кім еді анау? Facebook нелері, WhatsApp-тың. Ане соларды білет. Басқаларын соған көрдіңіздер ме? Аузына қарап отыр ма? WhatsApp-ын жауып тастасын, Facebook-мен қосып. Таппай қаласың бір-бірін. Қаяқтасың сен? Әл-Фараби дейсің ба, әлі не жақтасың ба? Көрдіңіз ба? Демек, қазір қандайдың заманы екен? Білімнің заманында. Енді артта қалып қойға болмайды да. Қайта Сартай батырды айтып, мен атам биткен, мен атам сөйткен, сен руыңнан кім шыққан ал деп. Бәрі-бірінің руымен отырып мақтанатындар бар. Сен өзің шықсай бірінші. Лайсар роджулу бин насаб дейді. Бәл бил хасаб дейді. Еркек дейді. Ата тегімен еркек болмайды дейді. Еркек өзінің істегенімен, дәлелдегенімен еркек болады дейді. Өзің не істедің соған қара. Дұрыс, атаң істеп кетті, әңгіме жоқ кезінде, енді сен не істеп жатсың соған қара дейді. Көрдіңіздер ма? Кеттік ал. Бұл кім еді? Жаңа неге ана сахабаларды айтып жатсыздар деген сұраққа жауап беріп кетіп жатырмын. Заманы сондай болғандықтан оларға ерте сеюге тура келді. Үшінші біздің сахабамыз бұл Фидака аби ва уммия Саад дейді, машалла. Саад ибн Аби Ваққас деген сахаба. Неше жасында исламды қабылдаған? 17. Дұрыс. Тірі күнінде жәннатпен сүйіншіленген сахабаның біреуі. Мына мен айтып кетқандардың бәрі байқап жатсыздар ма, кімдер? Тірі күнінде жәннатпен сүйіншіленген. Еще оның 10 сахаба болса, соның 5-еуі жап-жас жігіттер жаңағы. Ана қараңыздар. Саад ибн Аби Ваққас 17 жасында исламды қабылдаған. О кісіге қаншама аяттар түскен Құранда. Анасы қасқа исламнан бас тартпасаң мен аштан өлемін деген анасы. Анашым, дым ренжімеңіз дейді. Мен бұдан бас тарта алмаймын дейді. Сөйтіп 2-3 күн тамақ жемей, соңында қиналып мамасы амал жоқ не істейді? Тамақ жейді, баласын қайтпайтын біледі. Сонда Алла тағала Құранда аят түсіреді. Не дейді аятта? Әке шешелеріңе жақсылық жасаңдар, бірақ қашан олар Аллаға қарсы қойса, ол екеуіне бағынбаңдар дейді. Бойсынбаңдар. Яғни парыз амалда мен мұсылман болам десе, болмайсың, кәпір боласың десе, бойсынылмайды. Дәл осылай міне Саад ибн Аби Ваққастың өмірінде сондай оқиға болды. Енді бұл кісі жалғыз түйір адамға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы сөзді айтқан дейді. Фидака аби ва умми. Әке шешем сенің жолыңда құрбан болсын, ей Саад деп жалғыз түйір адамға айтқан екен. Осы Саадқа айтқан екен. Бұл біріншісі. Екіншісі жәннатпен сүйіншіленген. Кетті ма? Үшіншісі не істеген? Дұрыс айтады. Әлемдегі ең ұлы империя, 2 империяның бірі, Парсы империясы Саад ибн Аби Ваққастың қолымен тарихтан жоғалған. Отқа табынушылықты құртқан кісі кім? Саад ибн Аби Ваққас, адамдардың ақидасын жөндеген кісі. Қадисия деген шайқас бар. Сол шайқаста ойсырата Парсы империясын жеңген, сол жерде қолбасшылық танытқан кісі кім болған? Саад ибн Аби Ваққас болған. Басы да қатты істейтін болған. Қылышы да қатты жұмыс істейтін болған. Өзі де не болған? Жау жүрек болған екен. Даналығы туралы әңгіме айтпай қоя сал дейді. Сондай кісі болған дейді.
Ал кеттік ары қарай. Келесі біздің пайғамбар жанындағы жастардың біреуі, бұл ең жасының бірі, бұл Али ибн Абу Талиб. Бәріміз білетін Али ибн Абу Талиб исламды қабылдаған кезде жасы 10-да болған. 10 жасар бала, қарасаңызшы, қызық. Пайғамбар саллаллаху алейхи оған ислам туралы айтқан кезде, Хадиша анамыздан кейін Алиге айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Сонда ислам туралы әңгіме айтқан кезде Али радиаллаху анху бірден исламды қабылдап кетті ма? Неше күн жатты? Бір-ақ түн жатқан, 4-5 күн деп қояды. Бір-ақ түн жатқан болды. Бір түн пайғамбарымыз айтқаннан кейін ойланған. Қараңыз, 10 жасар бала Алла жайында, ақырет жайында, жәннат жайында, тозақ жайында не істеп жатыр? Ойланып жатыр. 10 жасар бала. 10 жасар бала нешінші класс? 3-ші класс қазір. 4-ші класс ары кетсе. 5 ба? 4-ші класста сен шығар, 5 жасыңнан барған. 5-ші класста оқи ма? Сол 10 жасар ма сол? Біреу 9 жаста, біреу 4-ші класста, біреу 5-ші класста. Жалпы қараңызшы, 4-ші класстың баласы ойланып жатыр да кәдімгі. Түнімен ойланған о кісі. Қабылдасам қандай плюстары бар, қабылдамасам қандай плюстары бар. Ана қара 10 жасар балаң ойла. Сөйтіп таңертең келіп, я Алланың елшісі, мен де не істеймін дейді, исламды қабылдаймын дейді. 10 жасында исламды қабылда. 23 жасында бірінші өлімін басынан өткерген екен. 23 жасында. Сіздердің жастарыңызда, біздер деп айтайын, сіздердің жастарыңызда 23 жасында ең алғашқы өлім түнін өткізген екен. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хижрет етіп бара жатқан түні. Орнына жасыл шапанын жауып кімді жатқызды? Алиді жатқызды. Али біле ма ол жерде не істеп жатайын деп жатқан, не істеп жатқан біле ма Али? Білгенде қандай? Ол өзін өлімге тігіп жатыр. Аналар үйге кіріп келіп, Абу Жахил бастаған топ кіріп келіп, не істесе болады? Бірден пайғамбарымыздың жатқан жеріне қылыштан тығып тастауға болады. Кейін ашық қалса кім жатыр? Али жатыр да. Сол өлімге басын кім тігіп жатыр? Али тігіп жатыр, құрметті бауырлар. 23 жасында Алла елшісіне басын өлімге тіккен кісі сол болған. Ал енді 32 жасында 32 жасқа келген кезде Абу Бәкірдің несі болды дейді? Бірінші кеңесшісі болды дейді. Ал керек болды біз. Енді оның екі ортадағы ерліктерін бәрін айтып не керек емес, просто бізге жастық шағында ең маңызды. 32 жасында Абу Бәкірдің бірінші кеңесшілер туры. Али радиаллаху анхусыз не жиналыс өтпейтін болған, не қарар қабылданбайтын болған, шешім шықпайтын болған. Али қатыспаса шешім шықпайтын болған. Ал керек болдымыз. Батырлығы туралы керек па? Пожалуйста. Даналығы керек па? Пожалуйста. Білім ба? Али. Бүкіл нәрседе шоқтығы биік болған сондай ұлы тұлға Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху екен. Бұл кісі туралы айтқан кезде біз не деп айтамыз? Каррамаллаху ваджахаху деп айтамыз. Ол не деген? Неге именно Алиге сөйтіп айтамыз біз? Дұрыс айтады. Али радиаллаху анху туғаннан ешбір құдайға табынбаған екен. Тек ақыл жиғаннан бастап кім деп өткен екен? Алла деп өткен екен. Сол үшін именно сол кісіге ғана каррамаллаху ваджахаху деп айтады дейді ғалымдарымыз дейді. Түсінікті ма? Кеттік. Алиден кейінгі тағы бір сахабамыз бар, бұл Зайд ибн Сәбит деген сахаба. Зайд ибн Сәбит радиаллаху анху бұл 13 жасар сахаба, исламды қабылдаған кезінде. Қызық. Анасы әкеп тұр дейді, Бәдір шайқасы болатын кезде, хижреттің 2-ші жылында Бәдір шайқасы. Мынау кеп тұр Зайд ибн Сәбит радиаллаху анху 13 жасар бала қылышын көтеріп кеп тұр дейді да, қылышы өзінің бойынан ұзын дейді. Пайғамбарымыздың жанына кеп тұр, жерге қылышы сүйретіліп кеп, мен де барайын деп едім деп айтады дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, сен әлі керексің бізге дейді. Саған әлі ерте дейді. Сонда анасы айтады, я Алланың елшісі, бұл енді мен бұл баланы сенің жолыңа арнап едім дейді да. Дұрыс дейді. Бірақ бұл бала бізге керек дейді. Біз ертең барып керек дейді. Әуелі Алла аман есен керек, менің саған жүктейтін арнайы тапсырмам бар дейді. Қарасаң. 13 жасар балаға айтып жатыр. Арнайы саған тапсырмам бар дейді. Зайд ибн Сәбитке радиаллаху анху. Сонда Зайд ибн Сәбит мынау
барам мен, қалмайын деп жылады. Жоқ, болды, Алланың елшісі деп айтыр дейді. Сосын анасы айтады дейді, Алланың елшісі, бұл еще 17 сүре жаттап алған деп айтады дейді. 17 сүре. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты дейді? Қане оқыш деп айтты дейді. Ананың Құран оқығанын көрген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір нәрсені сезді дейді. Сөйтті де, былайша айтқанда бір птичка қойып кетті ана кісіге. Жаңағы жап-жас балаға птичка қойып кетті да. Бәдір шайқасына барды, аман есен келді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп келгеннен кейін не деп айтты дейді? Әй Зайд дейді, мен сенің зеректігіңе таң қалдым дейді. Не деген мынау зеректік дейді? Не деген зеректік? Сен маған иврит тілін үйренші дейді. Мен жауларымның алдында амандықта болайын дейді. Олар не жазып атқан, не айтып атқан мен біліп жүрейін дейді. Иврит тілі түсінікті, иә? Иә, солардың тілі. Атын айту қорқып қалдық. Солардың тілін 14 күнде өзге тілді үйреніп алған дейді. 14 күнде. Алланың елшісі дайын болып келдім деген кезде, машалла, ей Зайд, енді маған Сирияни тілін үйренші деп айтты дейді. Сирияни кімнің тілі? Парсы империясының тілі. Христиандардікі қандай тіл? Латын тілі, дұрыс айтады. Латын тілі ғой христиандардікі. Ол кездегі да, енді ол кездегі. Кетті ма? Тағы сол жағы Сирияни тілін үйренуге 20 күндей уақыт кетті дейді. Бар жоғы 35 күннің ішінде 2 білмейтін тілді жетік меңгеріп алды дейді. 35 күнде. Ғалымдар айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған тағы бір тілді үйренші деген кезде, ол тағы 10 күнде тағы бір тілді үйренетін еді дейді. Грек тілі дейсің мысалы. 1 жылға жетпей полиглот болайын деп тұрған ол. Зеректігін көрдіңіздер ме? Сондай болған. 13 жасар жігіт. Жасы 18-ге толған кезде, ал қызықты қараңыздар. Жасы 18-ге толған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинада бір ғана кісіге Құран жазуға рұқсат еткен дейді. Кім ол? Зайд ибн Сәбитке дейді. Басқа ешбір сахабаға Құран жазуға рұқсат етпеген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тек қана Зайд жазады деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп кеткеннен кейін жасы 21 мен 23-тің арасында дейді. Абу Бәкірдің заманында үлкен шайқас болады, Ямама деген. Сол жерде 70 қари сахаба өледі, хафиз сахаба. Сөйтіп Омар келіп айтады, Абу Бәкір, Құранды жинақтамасақ, бұлай қапыздар өле беретін болса, Құранды бізден кейінгілерге сақтап қала алмаймыз дейді. Енді ол үлкен әңгіме, арысы берісі, сонымен Абу Бәкір ақыры келіспей келіседі, соңында кімге жаздырамыз дейді ғой. Алла елшісінің кезінде жазған кісіге жаздырамыз дейді. Сөйтіп Абу Бәкір Зайдке тапсырма берген кезде айтқан Зайдтың мынадай сөзі бар екен. Зайд, сен Құранды бастан аяқ жазасың деген кезде, Абу Бәкір, одан да бір тауды көрсетші, сол таудың тасын тасиыншы деп айтты дейді. Бір тауды көрсетші маған. Ухудты көрсетесің ба? Хир, ана жаңағы Жабал Хир деген бар, Мәдинаның жан, сол Хир тауын көрсетесің ба? Бір тауды көрсетші, Абу Бәкір, соны мен тасиын, мынаны жазғанша дейді. Неге ой деп айтып жатыр? Анан жазу қиын бас, я азаннан кешкене бисмиллахир-рахманир-рахим. Соған қиналып жатыр ма ол? Ана, көрдіңіз ба? Менен кейінгілер ертең мен қате жазып қалсам, полный үммет Құранды қате оқиын деп тұр ғой. Сол жауапкершіліктен қорқып тұр екен қасқа кісі. Көрдіңіз ба? Сол жауапкершілікті мойнына алды, өзіне берілген жұмысты кемел түрде орындады. Неше жасар жігіт? 21-23 жасар жігіт дейді. Ал керек болды. Міне осындай болған. Действительно, адамды бағана сөзім басында айтқандай, жаман ұялтады мына кісілер бар ғой. Бүйтіп қарасаң, 23 жасыма дейін не істедім деп қарасаң, бір айтатындай бірдеңе жоқ ше негізі. Өздеріңіз қарап көріңіздерші, 25-тесіздер ме, нешедесіздер? 17-те ме әлде? 18-де бар, 20-дағылар бар. Артқа бүйтіп бір қарасаң, негізі бір аса бір нәрсе істеген жоқпыз. Керісінше біз майдаланып кеттік ше. Сөз қуып кеттік, әңгіме қуып кеттік, бір болмайтын біреудің жолын қуып кеттік, атақ даңқты жақсы көріп кеттік, подписчик жинаған жақсы көріп кеттік. Соның жолында өмір сүріп жатырмыз қазір. Адамдарға өзімізді жақсы қылып көрсету жолында
бар терімізді аянбай жұмсап жатырмыз. Мыналар не істеп жатыр? Бұлардың әңгімесі. Сол үшін Хасан Басридің айтқаны сол ғой. Сендер сахабаларды көретін болсаңдар, олар да жынды деп ойлайсыңдар дейді да. Сондай Құдайға берілгендігіне. Сахабалар сендерді көретін болса, мыналардың исламға түк қатысы жоқ деп айтады дейді. Енді соңғы бір екі сахаба қалды, айтайын, сонымен қорытындылайық, Құдай қаласа. Тағы бір сахаба бізде жас күнінен исламды қабылдаған, бұл Арқам ибн Аби Арқам деген сахаба. 16 жасында исламды қабылдаған, 16 жасында исламды қабылдай сала, өзін өлімге тіккен екінші адам дейді. Алимен бірде екінші адам. Қалай өлімге тіккен айтайын ба? Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үйінде өзінің семьясында отбасы мүшелерінен басқа ешкім исламды қабылдамаған дейді. Барлығы кімнің үйінде қабылдаған? Арқам ибн Аби Арқамның үйінде қабылдаған дейді. Ал қараңыз, неге қатерлі деп жатырмын? Бұның үйінде Хамза да қабылдаған радиаллаху анху, бұның үйінде Омар ибн Ал-Хаттаб қабылдаған исламды. Исламдағы ең тұңғыш медресе бұл Арқам ибн Аби Арқамның медресе үйі. Неге басын өлімге тікті десеңіздер, қараңыздар. Бұл жігіт Қайрудан болған, Мағзум тайпасынан болған екен. Мағзум тайпасындағы ең күйдіргі біреу бар, кім ол? Абу Жахил бар да. Абу Жахил бұдан 15 жасқа дейін үлкен, 16 жас па, сондай үлкен. Абу Жахил бұның дәл сол үйінде жиналып атқан білсе, Абу Жахил не істейді? Бір ұрып өлтіреді. Бір ақ рет ұрып өлтіріп тастайды оны. Болды. Өле салады. Ол өзін ақтай алады Абу Жахил. Мынау біздің рудың жігітті біз өлтіреміз ба? Өзіміз білеміз дейді да. Құнын төлейміз ба, төлемейміз өзім. Бұның істеп атқан сатқындығын қара. Мұхаммедтің қасындағылардың бәрін жинап алып, үйіне әкеліп Құран жаттатып жатыр дейді. Сондай қатердің барын біле тұра, Арқам ибн Аби Арқам исламды қабылдап үйін медресе қылған дейді. Ал керек болатын біз. Сол қабылдағаннан өмір бақи пайғамбардың жанында жәрдемші болып өткен дейді. Кетті ма? Тағы бір екі сахаба бар, осымен жобаластырайық. Муаз ибн Амр және Жабал емес. Муаз ибн Амр және Муауиз ибн Афра деген кісі бар. Екеуі, біреуі 13-те, біреуі 14-те болған. Бұлар қандай ерлік көрсетті десеңіздер, Бәдір шайқасында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында кәдімгідей 1000 әскерге қарсы соғысқан, 313-тің біреуі. Сонда қараңыздар, қызығын айтайық. Екеуі Абдурахман ибн Ауф деген сахабаның жанына келіп тұр, соғыс қызып жатыр. Абдурахман көке, ана пайғамбарымызға ең көп зиян берген Абу Жахил деген қайсысы деп айтады дейді. Екеуіне қарайды да, екеуі кішкентай бала. 13-14 жасар бала. Сол екеуіне қарайды да, енді ойлайды ғой, екеуі не бітіреді деген сияқты. Бұдан да үлкендер тұр ғой. Қайсысы көке, қайсысы деп айтты дейді. Қоймадыңдар ғой, ана жігіт деп айтты дейді. Қараса Абу Жахил жайпап жатыр дейді, алдына келгеннің бәрін жайпап жатыр. Сонда Муаз атымен жанына дейін шауып барып, атының үстіне секіріп бара жатып не істеді дейді? Жеткен жеріне ұрды дейді. Сөйтсе балтырына жеткен екен жақ қылышы. Абу Жахилдің бір аяғы балтырынан төмен қарай шабылып қалады. Екінші Муауиз ибн Афра келеді де, атының үстіне секіріп келіп, төсінен ұрған екен. Бірақ төсіндегі сауытынан оның не өтпеген дейді? Қылыш шауып өтпеген, бірақ қансыратқан дейді. Екеуі ұрып, құлатады да, бұл өлді деп ойлайды. Екеуі бала ғой, енді қарасай. Абу Жахил өлді деп пайғамбарымызға жүгіріп кеткен дейді. Екеуі пайғамбарымыз жанына барып тұр дейді. Мынау мен өлтірдім деп айтады дейді. Пайғамбар сам қане қылышын көрсет. Муаз сен өлтіріпсің деп айтады дейді. Аллаңыз мен ғой құлатқан деп айтады дейді. Ане Муаз, машалла сен де өлтіріпсің деп айтады дейді. Негізі екеуі де өлтірген жоқ әлі. Оны соңында кім келіп өлтірді? Абдулла ибн Масуд өлтірді радиаллаху анху. Екеуі де өлтірген жоқ, бірақ ана екеуіне демеу беру үшін істеп жатыр. Машалла сен деп жатыр дейді. Енді сол жерде енді әкесінің құлап жатқанын көріп, баласы Абу Жахилдің Икрима деген жігіт болған. Бұл енді кейін исламды қабылдайды, тіліміз тимей қойсын. Икрима келіп Муаздың иығынан ұрған кезде қолы не істеп қалған дейді? Қолы не туда болып қалған үшін. Оң қолынан ұрған кезде иықтан ұрған дейді. Шабылмаған, қол емес, үшін соғысып жатса, мынау қол келіп мешат ете береді да, былай. Жан жартылай не болып тұр. Аяғына қолын қойды да тартып өзі жұлып жіберді дейді на қолын. Сөйтті де сол қолмен шайқасып кетті дейді.
Ал Муауиз сол шайқаста шахид болып кетті. Екіншісі 14 жасары. Мына 13 жасар аман қалды, бір қолмен қалды, бірақ өмірін жалғастырды. Екіншісі қасындағы серігі қайтыс болып кетеді. Сонда екеуі Алла елшісін қорғаймыз деп жүрген кезде, о жастары 13 пен мен 20-ға толған адам туралы әңгіме айтқан жоқпын әлі. 20-ға дейінгілерді айттым. 20-дан былай қарай айтатын болсам бар ғой, Муаз ибн Жабалдар туралы өмірден түңіліп кетеміз қазір.